Отандық танымал әнші Мадина Садуақасова Мысырда өткізген фотосессияларының нәтижесімен енді ғана бөлісіп жатыр. Шетелдегі демалысына бірқатар ерекше образдарын ала барған өнер иесі табиғат аясындағы суреттері қалай шыққанын көрсетті. Мадина Садуақасова соңғы фотосессиясында ханшайым образына еніп, барша ер азаматтарды өзіне ғашық етті. Аталмыш суреттерде әншінің құм шөлде ақ түсті көйлекпен жатқанын көруге болады. Талдырмаш мүсінді әнші өз жанкүйерлерін естен тандырып, желіде қызу талқы тудырды. Көпшілік өнер иесінің аса ерекше образына қатысты пікір білдіріп, оған тәнті болғандарын ашық жеткізді. Сені сүйемін, неткен сұлусыз, өзіңізге ғашық ете бересіз. Клеопатра іспетті жатырсыз, қасыңызға Цезарь жетіспейді. Мадина ханым, Мысыр дәл біздің Қызылорда секілді құмдала. Тигрица, құмның үстінде жатқан ару. Мысырдағы бикеш. Киноға түсе беруге болады. Талдырмаш мүсінді әнші. Кәмшаттан еш жеріңіз кем емес, тіпті артып түспесе, деп жазуда желі қолданушылары.